Бізде көрермендердің ішінде жалпы өзі ораза ұстап жатқан адамдардың ішінде біз 100% Құран оқи алады деп айта алмаймыз. Онысы бар. Құран оқи алмайтын кісілер де бар. Арабша танымайды. Арабша танымайтын, иә. Солар айтады, мен қазақшасын оқиын ба Құранның дейді да. Сен Құранның қазақшасын сирасыз оқитын болсаң, түк те түсінбейсің. Әнеке. Құранның қазақша аудармасын, мағынасын. Аударма деп те айтуға болмайды, айтпақшы. Қазақша түсініктеме деп айтуға болады. Құран аударылмайды өйткені. Құранның қазақша мағыналық түсініктемесі беріледі, болды. Соны түсіну үшін де сізге сира керек қой. Өйткені ана оқиғаны түсінбейсің, ортасынан кіріп кеткенсің да. Бір кездері біз Мұхаммедке бүйткенбіз, оның алдында Мұсаға да өткенбіз деп айтып жатыр. Ол қай жерде неге айтылып жатыр? Ол вообще түсініксіз болады. Сол үшін сира керек. Рамазанның өз алдына бір берекеті бар, Құранның сізге беретін өз алдына бұл берекеті бар, тарауықтарыңыз бар, нелеріңіз бар. А сираның ол өз алдына берекеті бар. Өйткені сира оқылған жерден берекет кетпейді, наоборот, кіреді керісінше. Халима анамыздың үйіне кірген берекет сирамен кіреді дейді ғой пайғамбардың өмірінде.